Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Видеомды соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен бірге түріктің атақты бөлке наны смитті дайындайтын боламыз. Жасалу жолы өте қарапайым, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Құрамы өте қарапайым, үйде бар заттармен жасаймыз. Терең ыдысымызға жылы суды құямыз, және де бөлме температурасында жұмсап тұрған сармайымызды саламыз, үстіне ашытқымызды салып, алдын ала өлшеп қойған тұзымызды және де қантымызды саламыз. Қолымызбен толықтай араластырамыз. Кейіннен ұнды електен өткізіп, яғни ситадан өткізіп салатын боламыз. Жайлап араластырып отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Біздің қамырымыз қолға жабыспайтын, жұмсақ болуы керек. Бетін жауып, жылы жерде 30-40 минут көтерілгенін күтетін боламыз. Келесі кезекте қамырымыз көтерілгенге дейін күнжутты дайындап аламыз. Бізде күнжут қуырылмаған түрі, яғни оны асты қалың кастрюльге салып, қызарғанша жақсылап қуырып аламыз. Біздің күнжуттарымыз қызарып қуырылуы керек. Келесі кезекте смитті батыратын суды дайындаймыз. Жылы су, араның балы және де бізге жұмыртқаның ағы керек болады, яғни белок. Үш қоспаны біріктіреміз, жақсылап араластырамыз. Қырық минуттан кейін біздің қамырымыз көтерілді. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ, күшті болып шығады. Қамырымызды 80-85 граммнан бөліп шығамыз. Алақанымызға салып, жақсылап басып, шиыршықтап орайтын боламыз. Видеода көрсетіп тұрғандай, екі ұшын біріктіреміз, мықтылап бекітіп, алақанымызбен тағы да басамыз. Дайын болған кальциумызды алдын ала дайында қойған суымызға батырып аламыз. Және де қуырылған күнжутымызға екі бетін аударып аунатамыз. Толықтай күнжуттың жабысқанына көзімізді жеткіземіз. Духовканы алдын ала 180 градуста қыздырып қоямыз. Духовкамыз қызып жатқан кезде смиттерімізді табамызға тізіп шығамыз. Аралары алыс болуы керек. Міндетті түрде кейіннен өскен кезде жабысып қалмауы керек. 180 градус пеште толығымен қызарғанша пісіріп аламыз. Шамамен 25-30 минутта біздің смитіміз дайын болады. Смит түрік смитінен ешқандай айырмашылығысыз керемет дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Ақбота.